Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі темамыз хабар қауіпсіздігін тәмінлеудің идеялық теориялық тикарлары. Реже хабар қауіпсіздігін тәмінлеу. Екінші реже халықаралық хабар қауіпсіздігін тәмінлеу тарауындағы тикарлы қауіплер. Үшінші реже хабар қауіпсіздігі теориялық тикарлары. Хабар қауіпсіздігін тәмінлеу. Хабар қауіпсіздігі бұл пайдаланушының хабарларын қорғауға қойылған норма, һәм талаптарды орындауы. Хабар қауіпсіздігі бұл хабар пайдаланушыларын һәм көптеген хабар системаларына зиян келтіруші, табиғи яки жасалма характерге ие тосыннан һәм шөкілместірілген тәсірлерден хабарларды һәм хабар коммуникация система объектілерінің қорғанғанлығы болып есептелінеді. Логин түсінігі. Логин шақстың өзіне хабар коммуникация системасына таныстыру процесінде қолданылатын белгілер тізбегі болып, хабар коммуникация системасынан пайдалану құқығына ие болу үшін пайдаланушының жасырын болған ескертпе жазуы болып есептелінеді. Пароль түсінігі. Пароль оның иесі хақиқилығын анықтау процесінде тексеруші хабары сипатында қолданылатын белгілер ізбездігі. Ол компьютер менен істеуден алдын оған клавиатура яки идентификация картасы жәрдемінде кіргізілетін әріптер, санлы яки әріплі код формасындағы жасырын сөздерден ібарат. Авторизация түсінігі. Авторизация пайдаланушының ресурслардан пайдалану құқылары һәм рұқсатларын тексеру процесі болып есептелінеді. Бұнда пайдаланушыларға есептеу системасында базы істерді орындау үшін белгілі құқылар беріледі. Авторизация шахс әрекетін һәм ол пайдаланатын ресурсларды белгілейді. Тізімнен өту тәртібі. Тізімнен өту пайдаланушыларды тізімге алу һәм оларға дәстүрлері һәм мағлұматтарды қолдануға құқық беру процесі болып есептелінеді. Айрым веб-сайтлар пайдаланушыларға қосымша қызметтерді алу һәм пұлды қызметтерге жазылу үшін тізімнен өтуді, яғни өзі хақында айрым мағлұматтарды кіргізуді, һәмде логин һәм пароль алуды ұсыныс етеді. Пайдаланушы тізімнен өткеннен соң системада оған қайт жазуы, яғни аккаунт жаратылады, һәм онда пайдаланушыларға тиісті хабарлар сақланады. Логин һәм парольді ұрлау. Бұл пайдаланушылардың жасырын мағлұматтар болған логин һәм парольларға ие болу мақсатында әмелге асырылатын интернет мошенниклерінің бір түрі. Бұл брендлер, мысалы социал тармақлар, банклар һәм басқа сервистар атынан электрон хаттарды ғалаба хабар құралдары арқылы жіберу жолы арқылы әмелге асырылады. Хатта әдетте сыртқы көрінісі дәстекке сайттан фарқ қылмайтын сайтқа туры ишара бар болады. Бұндай сайтқа кірген пайдаланушы мошенникке аккаунтлар һәм банк есап санларына кіре алуға ие болуға имкан беруші ахиметлі мағлұматтарды білдіруі мүмкін. Фишинг социалдық инженерияның бір түрі болып, пайдаланушылардың тармақ қауіпсіздігі тикарынан білместігіне тикарланған, соның ішінде көпшілік апуайы факті білінбейді. Сервистер қайт жазуының мағлұматтары, пароль һәм сол сияқлы мағлұматтарды жіберуді сорап, ешқашан хат жібермейді. Компьютер вирусларының вазифалары әдетте 4 басқышты өз ішіне алады. Вирусты ятқа жүклеу, құрбанды іздеу, табылған құрбанды зақарлеу, деструктив функцияларды орындау. Hücum түсінігі.
Бұзғыншының қандай да бір мақсат жолында хабар коммуникация системаларының бар қорғау системаларын бұзуға қаратылған харекеті. Хабар hücumları һәм оннан сақлану қағидалары. Хабар hücumları әдетте үшке бөлінеді. Объект хақында мағлұматлар жинау hücumu, объекттен пайдалануға рұқсат алу hücumu, қызмет көрсетуден бас кешу hücumu. Диққатларыңыз үшін рахмет. Соң мен бүгінгі сабағым шумақланды.